Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге аспаз келін. Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін осылай ауызашарға тәттілермен, салатпен және де тамақпенен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен осылай екі жұмыртқамызды, қантымызды, айранымызды, сұйық майымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Осылай қанты ерігенше араластырамыз. Мөлшерлерін описанияға тастап кетемін. Енді осы бір шай қасық ас содасын салып, және ұнымызбенен какаомызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салатын боламыз. Осындай масса болып шығады. Енді алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 170 градуста 20 минутта пісіп шығады. Өте тез піседі. Осылай жасап үй-іштеріңізді қуантыңыздар, және менің каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Осылай жайып аламыз. Енді пешімізге саламыз қызып тұрған. Енді кремін дайындайтын боламыз. Кремін өздеріңіздің қалаған кремдеріңізді қолдансаңыздар болады. Мен қаймақ, сгущенка және де сахарный пудра салдым. Өздеріңіздің қалаған кремдеріңізді пайдалансаңыздар болады. Қайнатпалы крем, сливкимен крем жасасаңыздар да болады. Осылай, мінекей біздің пирожныйымыз дайын болды. Мінекей осылай ағаш таяқшасымен қарап аламыз. Енді осындай дөңгелек формаменен кесіп алатын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сіздерде осылай ауызашарға асығып тұрған кезде жасасаңыздар болады. Енді кремдерімізді салып, артылғандарын крошка жасап, осылай сәндесеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Қараңыздар, қандай керемет. Енді ыстық тағамға манты дайындадым. Өте дәмді, сондай сочный болып шығады. Бұл әдіспенен мантыңызды қатырып, келесі күні немесе қолыңыз тимей қалған кезде жасағанға өте тестісі сондай жақсы шығатын манты. Енді қамырымызға жұмыртқамызды және тұз қосылған суымызды салып, қамыр илеп алатын боламыз. Өте жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа қамыр илейміз. Және де 2-3 қасық сұйық май құйып, қамырымызды тындырып қоятын боламыз. Оған дейін біз салмасын дайындап алатын боламыз. Фаршымызға асқабақ немесе картоп салсаңыз да болады. Осылай сұйық майымызды құйып, жуа бұрыш, қара бұрыш салып, осылай араластырып аламыз. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп алдым. Енді жұқа қылып, бір келкі қылып, әдемі қылып қамырымызды жайып алатын боламыз. Қамырымыз қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, осындай болып шығады. Осы тестамен жасасаңыздар, міндетті түрде қамырларыңыз әдемі болып шығады. Көріңіздер, жабыспайды, өте әдемі эластичный қамыр шықты. Енді салмаларымызды салып, түйіп шығамыз. Өздеріңіздің қалағандарыңызша түйсеңіздер болады. Алдын ала қазанымызға суымызды қойып қоямыз. Біз манты түйіп болам дегенше суымыз қайнап тұратын болады. Осылай барлығын жақсылап әдемі қылып түйіп аламыз. Міне осылай қатырып алсаңыздар да болады. 40-45 минутта мантымыз дайын болады. Осылай бетін майлап аламыз. Қамырымыз дайын болды. 45 минут тұрды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде жасап көріңіздер. Үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Қараңыздар, ішінде сочный болып жүр еттері. Сіздерге ас болсын. Енді біздің ет салатынымыз өте дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. Осындай ет салатпенен ұсынсаңыздар да керемет болып шығады. Ең алдыменен біз болгар бұрыштарымызды осылай солонка тәрізді қылып турап аламыз. Мен сары түсі мен қызыл түсін таңдап, осылай әдемі түстер
осылай салонгы тәрізді қылып турап алдым. Және піскен етімізбенен біздің қиярымызды да турап аламыз, және де 2 тал чесногымызды да турап аламыз, яғни сарымсағымызды. Осылай тез дайын болатын салат. Енді помидорымызды да, яғни қызаған ағымызды да осылай салонгы тәрізді қылып турап алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады салатымыз. Енді қара бұрыш және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және өздеріңіздің қалауларыңызша соя соусын қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да дәмді болып шығады. Енді аскөк укропымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді салат болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге аспаз келін.